Терроризм мен діни экстремизмге қарсы күресу үшін жастар арасында діни сауаттылықты арттыру қажет. Теріс ағымның дендеуіне жол бермей, еліміздің дәстүрлері мен мәдени құндылықтарына сәйкес келетін діни сананы қалыптастырған жөн. Түйткілді мәселе Алматыда дін комитеті өкілдері мен заң ғалымдары бас қосқан халықаралық жиында көтерілді. Қатысушылардың айтуынша, қазір елімізде 700-ге жуық ақпараттық түсіндірме тобы осы мақсатта жұмыс істеуде. Алматы облысының бойынша 76% мысалы жастардың 76% экстремизм немесе терроризм деген бізде жоқ дейді. Бірақ олай деп айтуға болмайды. Соның алдын ала біз алу үшін басқа да жаман діни ағымдарға кетіп қалмасын, соларға біз шектеу қоюымыз керек. Сондай-ақ Дін істері комитетінің төрағасы Ғалым Шөйкин философия, саясаттану және дінтану институтының мамандарымен кездесіп, орта және жоғары оқу орындарына арналған дінтану оқу құралдары жайында пікірлесті. Теолог мамандар қатарын көбейте отырып, елімізде дінтанулық білім беру тұжырымдамасын жетілдіру ұсынды.